Тұрғын үй төлемдерін жалдау ақысын төлеуге аудару үшін цифрлық шарт жасау нұсқаулығы. Отбасы банк мобильді қосымшасында авторизациядан өтіңіз. Басты бетте менің банкім бөлімін таңдаңыз. Арнайы шот бөлімін ашыңыз. Арнайы шот бетінде шарттар бөлімін таңдаңыз. Жаңа шарт қосу батырмасын басыңыз. Шарт түрі ретінде цифрлық түрін таңдаңыз. Жалға берушінің ЖСН-ін енгізіңіз. Жалға берушінің телефон нөмірін енгізіңіз. Тексеру мен жалғастыру батырмасын басыңыз. Маңызды: телефон нөмірі мобильді азаматтар базасында тіркелген және көрсетілген ЖСН-ге сәйкес болуы керек. Егер нөмір тіркелмеген болса немесе басқа ЖСН-ге тіркелген болса, жүйе қате көрсетеді және шартты рәсімдеуді жалғастыру мүмкін болмайды. Егер деректер сәйкес келсе, жалға берушінің келісім беру беті ашылады. Дербес деректерді жинауға келісім беру үшін жалға берушіге SMS жіберілетіні туралы хабарламамен танысыңыз. Сұраныс жіберу батырмасын басыңыз. Осы кезеңде жалға берушіге 1414 нөмірінен SMS хабарлама жіберіледі. Жалға беруші хабарламада көрсетілген растау кодын SMS арқылы жіберу көмегімен келісім беру қажет. Мысалы, келіссе 511. Жалға берушінің келісімін күтіңіз. Тексеру үшін мәртебені жаңарту батырмасын басыңыз. Қажет болған жағдайда шарттар тізіміне батырмасын басуға болады. Бұл жағдайда шарттар бөлімінде деректерді жинауға келісім сұрату статусымен көрсетіледі. Жалға беруші келісімге қол қойғаннан кейін мәртебені жаңарту батырмасын қайта басыңыз. Шартта көрсетілген жалға берушінің деректерін тексеріңіз. Жалғастыру батырмасын басыңыз. Шарт деректерін толтырыңыз. Шарттың күшіне ену күні, шарттың аяқталу күні, жалдау күні, ай сайынғы төлем күні. Жалғастыру батырмасын басыңыз. Жалдау ақысы түсетін жалға берушінің шот нөмірін тексеріңіз. Жалғастыру батырмасын басыңыз. Жалға алынатын жылжымайтын мүліктің кадастрлық нөмірін енгізіңіз. Кадастрлық нөмірді тексеру батырмасын басыңыз. Жылжымайтын мүлік мекенжайын тексеріңіз. Егер мекенжай дұрыс көрсетілсе, жалғастыру батырмасын басыңыз. Егер мекенжай қате көрсетілсе, басқа кадастрлық нөмірді көрсету батырмасын басып дұрыс нөмірді енгізіңіз. Қол қою бетінде SMS қолтаңба түрін таңдаңыз. Қалыптастырылған цифрлық шартты ашыңыз. Қажет болған жағдайда шартпен танысу үшін оны жүктеп алыңыз. Мен шарттың талаптарымен таныстым және оларға келісемін деген жолға құсбелгі қойыңыз. Шартқа қол қою батырмасын басыңыз. SMS арқылы келген 6 таңбалы кодты енгізіңіз. Қол қойылғаннан кейін шарт жалға берушіге жіберіледі. Жалға берушіге жалдау шартына сілтемесі бар SMS хабарлама жіберіледі. Жалға беруші сілтеме арқылы өтіп шарттың мазмұнымен танысуы қажет. Шарттың соңғы бетінде жалға беруші OTP жіберу батырмасын басып, кейін SMS арқылы келген кодты енгізу қажет. Жалға беруші шартқа қол қойғаннан кейін шарттар бөліміндегі шарттың мәртебесі расталды болып өзгереді. Шарттарға оралу батырмасын басыңыз. Статусты тексеру үшін арнайы шот бетінде шарттар бөлімін ашыңыз. Шарт статустары. Шарт қол қою сатысында. Шартқа жалға беруші әлі қол қоймаған. Расталды. Шартқа жалға беруші қол қойған. Тұрғын үй төлемдерін жалдау ақысын төлеуге аударуға болады. Маңызды: шарт бойынша деректер бір рет ғана енгізіледі. Келесі айларда оларды қайта толтыру қажет емес. Тұрғын үй төлемдерін арнайы шоттан жалдау ақысын төлеуге аудару. Отбасы банк мобильді қосымшасында авторизациядан өтіңіз. Басты бетте менің банкім бөлімін таңдаңыз. Арнайы шот бөлімін ашыңыз. Жалға берушіге аударым операциясын таңдаңыз. Хабарламамен танысыңыз. Келісім құсбелгісін қойыңыз. Жалғастыру батырмасын басыңыз. Арнайы шоттағы қолжетімді соманы тексеріңіз. Алушының, яғни жалға берушінің деректерін тексеріңіз. Егер деректер дұрыс көрсетілсе, құсбелгі қойыңыз. Әрі қарай батырмасын басыңыз. SMS арқылы келген 6 таңбалы кодты енгізіңіз. Осыдан кейін өтінім өңдеуге қабылданды деген хабарлама пайда болады. Құттықтаймыз, сіз тұрғын үй төлемдерін жалдау ақысын төлеуге аудардыңыз.